Дала қандай суық, шай ішіп жылынайықшы. Айтпақшы, сіз бен біз ішіп жүрген шай құрамында денсаулыққа зиян бояу бар екенін білдіңіз бе? Жайғасып отырыңыз, эфирде көршінің қызы бүгін сатып алуға болмайтын шай тізімін айтамын. Қазақ шай ішпесе бас ауыратын халықпыз дейміз. Бірақ қандай шай ішіп жатқанымызға әрдайым мән бермейміз. Ал Қазақстанның бас мемлекеттік санитары бірнеше шай құрамынан зиянды заттарды анықтаған. Нақтырақ, Қазақстанға әкелуге және сатуға ресми түрде тыйым салынған шайлар тізімі анықталды. Оның ішінде апамның шайы премиум голд, Аль-Хаят голд, Балқия премиум голд, Пәкістан ти, Аль-Фарах, әже өнім, Урда Кения, Аль-Қайрат шайы премиум голд, Аль-Жаннат премиум және Сұлтан Сүлейман шайлары бар. Мамандардың айтуынша, мұндай шай құрамында адам ағзасына аса қауіпті бояғыштар бар. Бас ауырып шай ішкіміз келсе де, қаптамасын мұқият қарап, құрамын толық оқу керек. Айтпақшы, журналистер ұялтты ма, әлде тілге деген сезім оянды ма, шенеунік қазақ тілін үйреніп сұхбат берді. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының басшысы Қанат Шарлапаев алғаш рет YouTube арнаға толықтай қазақ тілінде сұхбатын берді. Ол өз ойын жеткізу үшін қазақша сөйлеу керек екенін айтып өтті. Бірақ ең қызығы, тіл үйренуге не түрткі болғаны. Шенеуніктің өзі мойындағандай, кезінде журналистер оның қазақ тілін білмейтінін әбден сынаған. Сол бір қатал сыннан кейін шенді арнайы маман жалдап, тіл үйренгенін де жасырмады. Қысқасы, кейде сын да мотивацияға айналатыны рас екен. Ал сіз қазақ тілін үйренгіңіз келсе, қазақ тілін практика түрінде жеңіл әрі қызықты етіп өткізетін курсты ұсынамыз. Оңай, қызықты әрі сапалы тіл курсын іздесеңіз, экранда көрсетілген нөмірге хабарлассаңыз болады. Жұмыс уақытында ішімдік ішкен бе, әлде бөтелке жай ғана тұрған ба? Дәл осы сұрақтар мына видеоның пікірінде толып тұр. Абай облысы прокуратурасында түсірілген видео әлеуметтік желіде қызу талқыға түсті. Терезе алдында тұрған алкоголь бөтелкелері көптің назарын аударып, жұрт арасында түрлі сұрақ тудырды. Оқиға қоғам назарына іліккен соң, прокуратура қызметтік тексеріс жүргізгенін айтты. Нәтижесінде 2 қызметкерге қатаң сөгіс берілгені белгілі болды. Сонымен қатар жеке еңбек шартымен жұмыс істейтін маман мен оның тікелей басшысы да тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Масқара, жолда кетіп бара жатып, жолдың бір бөлігі осылай апатқа ұшыраса, қорқынышты ғой. Бұл оқиға Қазақстанда емес, көрші Өзбекстанда болған. Мамандар оқиғаның негізгі себептерін зерттеп жатыр. Ал әкімдік тұрғындарға жолда сақ болуға шақырып, барлық құрылыс және бақылау шаралары күшейтіліп жатқанын атап өтті. Абырой болғанда оқиғадан зардап шеккендер жоқ. Ал сіз Қазақстанның жолына қандай баға бересіз? Пікірге жаза кетіңіз, бірге талқылайық. Көршінің қызы өз әңгімесін тауысты. Келесі кездескенше арнаға тіркелуді ұмытпаңыз.